Ассалаумалейкум. Бүгін үшінші сабақты өтеміз. Үшінші сабақты бастайық. Бәйт, әл-бәйт. Үй деген сөз. Не айырмашылық болып тұр? Ағылшыншалап айтқанда a home, the home, немесе a house, the house деген сияқты ғой. Белгісіздікті білдіреді бәйт. Әл-бәйт белгілілікті білдіреді. Мысалы, Мекке қаласында Әл-Харам мешіті бар. Сондықтан Әл-Харамды бүкіл әлем білгендіктен әл деген сөз қосып қояды. Келесі қалам, әл-қалам. Pen, the pen. Ручка, ручка. Келесі китап, әл-китап. Кітап, кітап. A book, the book. Жамал, әл-жамал. Түйе деген сөз белгілеуде белгісте a camel, the camel. Келесі әл-қаламу, басқаша әл-қаламу мәксур. The pen is broken. Ручка сынып қалған. Мәксур деген сынып қалған деген сөз. Картинада осы жер белгіленіп тұр. Келесі әл-бәбу мәфтух. Есік ашық. The door is open. Мәфтух деген ашық. Әл деген көрініп тұр, өткені бізде белгілі есік. Енді мына картина бірінші. Әл-уәлиду жәлис. Қараңыздар, уәлид деген не? Оқушы, оқушы. Жәлис. Не істеп отыр? Отыр. The student is sitting. Әл-мударрису уақиф. Мұғалім тұрып тұр деп тұр. The teacher is standing. Келесі сөз. Әл-китабу жадид. Уәл-қаламу қадим. Кітап жаңа деп тұр. Ручка ескі. Жаңа деген жадид. Ескі деген қадим. Енді әл-китап, уәл-қалам. Екеуі де белгілі болып тұр. Келесі. Әл-химару сағир. Уәл-хисану кәбир. Қалай деп ойлайсыздар? Әрине, есек кішкентай, жылқы үлкен деген мағына әл-уәл белгілікті көрсетіп тұр. Кішкентай деген сағир, үлкен деген кәбир. Келесі. Әл-курсиу мәксур. Орындық сынып қалған, мәксур деген сынып қалған деген аудардық жаңа. Әл-курси белгілікті көрсетіп тұр. Келесі. Әл-мәу бәрид. Су өте салқын. The water is cold. Су белгілікті көрсетіп тұр. Әл-мәу бәрид. Бәрид деген салқын. Келесі. Әл-қамару жәмил. Қамар деген ай. Қамар сұлу дейді ғой. Әл-қамару белгілі айды айтып тұр. Жәмил. Жәмил деген әдемі деген сөз. Келесі. Әл-бәйту қариб. Уәл-мәсджиду бәғид. Әл-бәйту, яғни бәйт деген үйді айтып тұр. Үй жақын деп тұр. Мешіт алыс деп тұр. Жақын деген қариб, алыс деген бәғид. Келесі. Әл-хаджару сақил. Басынан әл-хаджару сақилун. Уәл-уарақу хафиф. Белгілі шар, тас ауыр, парақ жеңіл. Тас деген хаджар, парақ деген бұл жерде уәрақ деп тұр. Ауыр деген сақил, жеңіл деген хафиф. Келесі картина. Әл-ләбәну хар. Ләбән деген сүт, хар деген ыстық. Міне, бұл шығып тұр ғой. Келесі. Әл-қамису назим. Қамис деген рубашка. Назим деген таза. The shirt is clean деген сияқты ғой. Енді қалғандарын келесі сабақта есек қайталауға қарсы. Баршаларыңызға сәлем алейкум. Осы сөздерді жазып, бір рет қайталап шығыңыздар.